Баршаңызға сәлем. Қазір селфиге түсу өте кең таралған. Тіпті 21 маусым халықаралық селфи күні деп аталады. Ал біз бүгінгі видеомызда адамдар жиі селфи жасайтын әлемдегі ең танымал орындармен таныстырамыз. Әлемдегі ең биік ғимараттан әлі ешкім асып түскен жоқ. Бурдж Халифа әлі күнге дейін әлемдегі нөмір 1 зәулім ғимарат болып табылады. Сонымен қатар, селфи жасау үшін өте қолайлы. Ең қауіпсіз әдіс бұл Дубайдың көптеген зәулім ғимараттар мен шөл даласында таңғажайып көріністерін ұсынатын ғимараттың бақылау палубасында суретке түсіру. Егер сіз биіктіктен қорқатын болсаңыз, онда камераны төменнен жоғары қарай бағыттап, жерден түсуге болады. Темза жағасындағы әйгілі мұнараға жүгірмес бұрын, Биг Бен бүкіл ғимарат емес, қоңыраудың аты ғана екенін біліңіз. 2012 жылы мұнара қазіргі монархтың құрметіне сағат мұнарасынан Элизабет мұнарасы болып өзгертілді. Ең керемет фотосуреттер көрнекті жерлерге апаратын Вестминстер көпірінде түсіріледі. Түркияның орталығында Каппадокия аймағы Горемия ұлттық саябағының арқасында танымал болды. Бұрынғы ғибадатханалар кешені бар таулы саябақ әлемдегі таңғажайып ашық аспан астындағы мұражайлардың бірі. Сондықтан бұлар сұлулықты құстардың көзімен көргісі келетіндер көп. Әуе шарымен сапарды алдын ала брондау қажет. Мүмкіндігінше бірнеше күн бұрын. Каппадокияның үстімен ұшу арзан емес, бір адамға 150 еуродан. Рейстер таңертең ерте жүзеге асады. Гарема аспанында бір уақытта 250 әуе шарлары болуы мүмкін. Бұл селфи үшін тамаша орын емес пе? Егер сіз фонда әуе шарлары бар әдемі фотосуреттер алғыңыз келсе, жақын маңдағы панорамалық бақылау алаңына барыңыз. Суретке түсуді ұнататындар үшін 9000 шақырымдық Қытай қорғанында жеткілікті. Сондықтан суретке түсетін аймақты мұқият таңдаңыз. Кейде 5-10 шақырым жаяу жүру керек. Ауа райының қолайлы уақыты күз және көктем. Сиднейде селфи үшін ең жақсы орын. Бұл елдегі ең танымал ғимарат опера театры. Жақсы түсірілім жасау үшін ешқандай қиындықтар болмайды. Театр 3 жағынан сумен қоршалған. Сондықтан сізге жақсы фотосуреттер кепілдендірілген. Үндістанға барып, Тадж-Махал фонында суретке түспеу өте қиын болар. Басты қиындық әрине туристердің көптігі. Бірақ егер сіз фонтанның шетінде тұрсаңыз, әдемі фотосуреттің ықтималдығы әлдеқайда жоғары болады. Таңертең аттракционға бару ережесі де осы жағдайда жұмыс істейді. Мүмкін құлап бара жатқан мұнараны суретке түсірудің ең танымал тәсілі қарапайым оптикалық иллюзия үшін оны қолмен тіреу. Бірақ белгілі болғандай, оның фонындағы селфи де өте танымал. Мұнараның айналасында серуендеуге және ең жақсы түсірілім жасауға көп орын бар. Біздің тізіміміздегі миллиондаған саяхатшылар селфи жасап үлгерген тағы бір мұнара. Париждің бұл мұнарасы күн сайын көптеген туристер тобын жинайды. Туристік топтар мен автобустар келгенге дейін Тракадеро алаңына келу дұрыс шешім болады. Квай Брандли мұражайынан, әсіресе мұражайдың кафесінен керемет селфи түсіріледі. Рас, кіру үшін сізге шамамен 10 еуро төлеу керек. Голливудтың күрделі емес белгісі ұзақ уақыт бойы Лос-Анджелестің символына айналды. Калифорния топырағына аяқ басқан әрбір адам онымен суретке түсуге тырысады. Селфи ерекше, сүйкімді болатын керемет жерлер бар. Ең танымалы Canyon Road Drive-тағы ақсыз бақылау алаңы. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.